Спорттың дамуы деген кезде әсіресе тек қана мына спортшылардың жетістігі ғана емес, жаттықтырушылардың құрамы, оның ішінде мына тіптен спорттың өзі бір үлкен ғылым секілді ғой. Спорттық ғылымның дамуы да өте үлкен маңызды рөл атқарады. Осы спорттық ғылым біздің Қазақстанда қалай дамып жатыр? Өте орынды сұрақ. Әлемдік дәрежеде бәсекелестігіміз жоғары болу үшін біз спорттық ғылымды толық спорттық ғылыммен әр дайындық әдістемесін қарастыруымыз керек. Толық анализдер керек. Сырт елдің бүгінгі әлемдік методиканы бізге ешкім өзінің мына интеллектуалды өздерінің еңбектерін ешқандай ел бізге мамандары арқылы бере алмайды. Оны ешкім бермейді. Ол мемлекеттің құпиясы. Сондықтан біз өзіміздің спортшылар, жаттықтырушыларды қосымша ғылым саласының адамдармен күшейтіп, өзіміз әр спорт бойынша дайындық әдістемелерін әзірлеуіміз керек. Онсыз біз алдыңғы қатарлы спорттық мемлекеттер қатарына ене алмаймыз. Біз Азия ойындарынан кейін арнайы ғылыми топ құрған болатынбыз, перформанс хаб деген біраз таңдаулы спорт түрлерімен олар айналысып, жақсы нәтижесін көрсетіп жатыр. Ары қарай сол топты ертең ғылыми іздену институтының бірінші қадамы деп білем. Енді бізде ресми тіркелген 184 спорт түрі бар, оның барлығы дерлік мемлекет тарапынан қаржыландырылады. Енді осы олимпиададағы нәтижені ескере отырып, кейбір спорт түрлерін қысқарту жайы қарастырылып жатыр ма? Бұл қаншалықты орынды болады? Бүгінгі күні біз 15-ке жуық жазғы олимпиада спорт түрлерін таңдап алдық. Бұл спорт түрлерінде президент федерацияларынан бастап ауысады. Және ол жердегі мына бізде хатшылар бар, федерация хатшылар. Оларға жеке талап қойып, оларды арнайы критериялармен министрлік тарапынан сол жерге тағайындайтын боламыз. Бас бапкерлерге арнайы критериялар тағы да қойылып, 4 жылдық жоспары, мына сырттағы спортшылардың жаңағы анализдерін және дайындық заманауи әдістемелерге сай жұмыс жасайтындай мамандарды сол аға бапкерлік қызметтерге тағайындауды жоспарлап жатырмыз. Енді біздің тараптан мынадай бір сіздерге ұсыныс болсын. Осы чемпиондарымызды жалпы кез келген үлкен додада жеңіспен оралған осы спортшыларымызды ауылдарға апарып, ел жұртпен жүздестіру жұмыстарын қолға аласыздар ма? Өйткені ауылда да кейін болашақ чемпиондардың өсіп шығу үшін ауыл балаларына үлкен мотивация болатын сияқты, бұндай биік белесті бағындырған спортшылармен жүздесу. Әрине, біз бүгінгі күні жоспарлап отырмыз. Әр өңірге апарып, спортшыларымызды көрсетіп, мына тәрбие, идеологиялық жағынан, сіздер білесіздер, спортшы қалыптасу үшін ол егер 10 жаста спортқа келсе, ол 25-30 жасында нәтиже көрсетеді. Және оның 100% спортшылардың 10% ғана сол нәтижені көрсетеді. Мысалы, басқа саланың мамандары 4-5 жылда мысалы бакалавриат, магистратура бітіріп, бір жақсы маман болып, өмірге деген орнын алып, жұмыс атқара береді. Ал спорт саласында сіз 15-20 жыл жаттығу керексіз, және өзіңізді толық барлық өмірдің жаңағы нелеріне шектеу керексіз, және толық тәртіп керек. Сондықтан біз спортшыларды тәртіп, бүгінгі күні идеология жағынан қалыптастырып, оны жастарға үлгі ретінде жасау мақсатын әрине біз міндетті түрде біздің жеңімпаздарымызды жүріп, өңірлерге барып, ауылдарға барып, жаңағы спортшы болып осындай бәсекеге қалай жету рөлін көрсетіп өтеміз. Ербол мырза, студиямызға келіп сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін алғыс айтамыз. Құрметті көрермен, бағдарлама қонағын тағы бір мәрте таныстырып өтейін. Ербол Мырзабосынов, туризм және спорт министрлігі спорт және дене шынықтыру істері комитетінің төрағасы бүгін бізде студиямызда қонақта болды. Ал мен сіздермен қоштасамын. Аман сау болыңыздар.